Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Соңғы уақытта Қазақстанда өз тарихи өткеніне деген қызығушылықтың күрт артқаны ешкімге құпия емес. Әсіресе түрлі себептермен ұмыт қалған қазақ батырларының есімдерін қайта жаңғырту үдерісі өте белсенді жүріп жатыр. Ең өкініштісі, бұл іске мемлекет те, кәсіби тарихшы ғалымдар да толыққанды атсалысып отырған жоқ. Көп жағдайда ұмыт қалған батырлардың есімдерін қайта тірілту ісімен олардың ұрпақтары немесе әуесқой тарихшылар айналысып келеді. Ал бүгінгі менің видеом қазақ халқының даңқты ұлына, аты аңызға айналған батыр, арғын қолының сардары Шындәулет Әлібекұлына арналады. Ең басында бірден атап өткім келеді. Бұл видеоны жасауға негізгі үлесті қосып, барлық қажетті материалдарды ұсынған Сармантай батырдың 5-ші ұлы Жұманбайдан тарайтын тікелей ұрпағы Сағынтай Түкенұлы Таушкенов. Бұл тағы бір мәрте қазақтың даңқты батырларының жарқын есімдерін қайта жаңғыртуда басты рөлді әлі де сол батырлардың ұрпақтары атқарып келетінін көрсетеді. Ал шын мәнінде қазақ батырлары бүкіл қазақ тарихының ортақ мұрасы, бүкіл халықтың мақтанышы. Мен жақын болашақта қазақ батырларының есімдерін қайта жаңғырту мемлекеттік идеологияның маңызды бағыттарының біріне айналады деп сенемін. Ал әзірге қазақтың ұлы батырларын сақтау мен насихаттауға өз үлесін қосып жүрген барлық отаншыл азаматтарға денсаулық тілеймін. Бүгінгі видеоның кейіпкері Сармантай батыр да сондай тұлғалардың бірі. Сонымен Сармантай батыр кім болған? Негізінде Сармантай батырдың шын есімі Шындәулет. Бұл атты оған дүниеге келгенде аңызға айналған Бұқар жырау қойған. Бұқар жырау оның әкесі Әлібектің досы болған. Әлібектің 7 ұлының ішінде Шындәулет 6-шысы еді, және әкесі оны ерекше жақсы көріп, еркелетіп Сармантайым деп атайтын. Кейін Шындәулет дәл осы Сармантай атымен белгілі қазақ батырына айналады. Ал оның ұрпақтары үлкен әрі қуатты руды қалыптастырып, ол да Сармантай руы деп аталады. Сондықтан әрі қарай мен Шындәулет Әлібекұлын Сармантай батыр деп атаймын. Шыққан тегі бойынша Сармантай арғын руына жатады. Бұл қазақ тайпаларының ішіндегі ең көп таралғанның бірі. Ал арғындардың ішінде ол атақты Мейрам сопының ұрпақтарына жататын. Оларды үлкен арғындар деп атаған. Сармантай бала кезінен сол заманның қазақ дәстүріне сай нағыз батырлық тәрбиемен өсті. Ол өте ерте жастан садақ атуды тамаша меңгерді. Қазақ қаруының барлық түрін шебер қолдана білді. Сондай-ақ теңдесі жоқ шабандоз болды. Елді қорғау уақыты келгенде Сармантай ағалармен бірге атқа қонып, батырлық жолға батыл кірісті. Сол бір ауыр замандарда әрбір қазақ батыры белгілі бір ханмен немесе сұлтанмен байланысты болған. Мысалы, Алдияр батыр Тәуке ханның серігі болды. Қабанбай батыр Абылай ханның сардары еді. Ал Сармантай қазақ ханы Әбілқайырдың жақын серігі әрі кеңесшісі болды. Әбілқайыр хан қаза тапқанға дейін Сармантай үнемі оның жанында болып, барлық бастамаларын қолдап отырды. Мысалы, Әбілқайыр барлық қазақ жасақтарын басқарған әйгілі Аңырақай шайқасында Сармантай үнемі оның қасында болып, ең жауапты тапсырмаларды орындаған. Ал Аягөз шайқасында Сармантай жоңғарлармен бірнеше рет жекпе-жекке шыққан қазақ батырларының бірі болды. Әбілқайыр хан Ресей империясымен әскери сауда одағын құруға шешім қабылдағанда, Сармантай батыр бұл бастаманы қолдады. Ол Орынборда князь Василий Урусовпен кездесіп, келісімге қол қойған 128 қазақ батырының бірі болды. Әбілқайыр хан қаза тапқаннан кейін Сармантай батыр ағасы Аралбаймен бірге Тәуке ханның немересі жас сұлтан Әбілмәмбетті қолдап, оның хан тағына отыруына көмектесті. Дәл осы Әбілмәмбет ордасында Сармантай батыр мен жас сұлтан Абылай алғаш танысты. Көп ұзамай Абылай мен Сармантай өте жақын досқа айналды. Сармантайдың үлкен ұлы Өмірзағиқ Абылайдың ең сенімді батырларының бірі болды. Тіпті Абылай жоңғар тұтқынына Өмірзақпен бірге түсті, және екеуі де бірге қайтты. Өмірзақ батыр да Абылай хан сияқты жоңғар тұтқынынан үлкен құрметпен оралып, Абылай хан сияқты өзімен бірге жоңғар қызын ертіп келген айтылады. 1771 жылы Абылай хан болып жарияланған құрылтайда ақ киіздің бір шетін Сармантай Тайбатыр мен оның ұлы Өмірзақ ұстап тұрған. Профессор әрі академик Рашид Кареновтың еңбектерінде Абылай хан тұсында Сармантай батыр
Арғындардың жасақтарын Жәнібек Тархан және Қанжығалы Бөгенбай сияқты әйгілі батырлармен бірге басқарған жазылады. Осындай қауіп-қатерге толы, ерлікке толы өмір сүрсе де, Сармантай батыр ұзақ жасап, шамамен 1773 жылы 86 жасында дүниеден өтті. Ол бүкіл халықтың құрметі мен сый-сияпатына бөленген күйге өмірден озды. Сармантай батырдың ісін оның 3 әйелінен тараған көптеген ұрпақтар жалғастырды. Олардың ішінде Абылай хан дәуіріндегі ең даңқты батырлардың бірі Алшағыр Ерназарұлы болды. Ол жоңғарларды түпкілікті жеңуге үлкен үлес қосты. Кейін қазақ даласында Ресей империясына қарсы Кенесары хан бастаған тәуелсіздік күресі басталғанда, Сармантайдың ұрпақтары тағы да шет қалмады. Сармантай руы бірнеше жасақ құрып, оларды Байхан Қошқарбайұлы мен Бижан Алшағырлы басқарды. Олар Ақмола бекінісі үшін болған шайқастарда ерекше ерлік көрсетті. Бұл батырлардың есімдері Доскей Әлімбаев жазған Кенесары дастанында да аталады. Арғыннан шыққан Ағыбай, Шапырашты Бұғыбай, Бижан батыр, тағы бар мінген аты Көкшығар. Немересі Жұманның Байхан батыр келеді. Ерегескен тақсырау, жауың қайда дереді. Осы шығарма арқылы Сармантай ұрпақтарының атақты Ағыбай мен Бұғыбай батырлармен бір қатарда тұрғанын көре аламыз. Сармантай батырдың ұрпақтарының арасында Қарағанды көмір кенін алғаш ашқан Аппақ Байжанов та бар. Сонымен қатар атақты палуан Әли Байтілеуұлы да осы әулеттен шыққан. Ол өзінің ғажайып күшімен Қажымұханға теңестірілген. Айтуларынша, Қоянды жәрмеңкесінде ол орыс шаруалары әкелген нағыз аюды жеңген. Сармантай батырдың ұрпағы Еш Мұхамед Байханұлы да белгілі тұлға болды. Ол Бұхарадағы әйгілі Көкелташ медресесін бітіріп, Меккеге қажылық жасаған алғашқы қазақтардың бірі болды. Машхұр Жүсіп Көпейұлы өзінің қазақ шежіресі еңбегінде Еш Мұхамедтің қажылыққа Абайдың әкесі Құнанбаймен бірге барғанын жазады. Сармантай ұрпақтарының арасында ақындар да болған. Мысалы, Кенесары мен Қажымұхан туралы әйгілі дастандар жазған. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Доскей Әлімбаев та осы әулеттің ұрпағы. Қазіргі Қазақстанның батырларының арасында да Сармантай ұрпақтары бар. Мысалы, кикбоксингтен әлем чемпионы Руслан Баязитов және ауған соғысының ардагері Хибатулла Сәрсенбеков. Бұл әулеттен мемлекет және саясат қайраткерлері де шыққан. Олардың ішінде Қазақ КСР мәдениет министрінің орынбасары болған Қапият Төлекеев, Қарағандының құрметті азаматы Тішбек Аханов және тәуелсіз Қазақстанның алғашқы дипломаттарының бірі Асқар Шәкіров бар. Дегенмен Сармантай батырдың ең атақты ұрпақтары оның ұлы Жұман және немересі Тәтті болды. Жұман Сармантайұлы қазақ даласындағы ең бай адамдардың бірі болған. Деректерге қарағанда, оның 17 мыңнан астам жылқысы болған. Бірақ Жұман тек байлығымен ғана емес, қарапайым халыққа қамқорлығы және әділдігімен де танылды. Сол себепті 1832 жылы Ақмола округі құрылған кезде Мойын Алтай болысының басқарушысы болып Жұман тағайындалды. Ол бұл қызметті 1834 жылы қайтыс болғанға дейін атқарды және халық жадында әділ басшы ретінде қалды. Алайда, кеңес заманында Жұман туралы басқа көзқарас қалыптасты. Бұған жазушы Ғабит Мүсіреповтің Оянған өлке романындағы бейнесі әсер етті. Онда Жұман ашушан, ойланбай әрекет ететін адам ретінде суреттелген. Шын мәнінде Жұман терең дінді, әділ, әрі халық арасында беделі зор тұлға болған. Сондықтан ол Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің аумағына жерлену құрметіне ие болды. Сонымен қатар, Сармантай батырдың тағы бірнеше ұрпағы осы қасиетті жерде жерленгені анықталды. Оның ұлдары Алда мен Ерназар, Жұманның келіні, үлкен ұлы Қорамның жұбайы Болған, ел арасында Болған ана аталған танымал әйел, және Жұманның баласы Қошқарбай бар. Бұл өте сирек жағдай, өйткені қазақ тарихында бірнеше ұрпағы Түркістандағы қасиетті орынға жерленген әулеттер көп емес. Жұман қайтыс болғаннан кейін Мойын Алтай болысының басқарушысы оның ұлы Тәтті болды. Халық оны жақсы Тәтті деп атаған. 1838 жылы Тәтті үлкен қазақ жасағымен Сырдария жағасына келеді. Оның мақсаты Қоқан билігін әлсіретіп, қазақтарға өз жерінде еркін көшуге мүмкіндік алу еді. Ол Ташкентте
Қоқан тағына үміткер Худайармен кездеседі. Қазақ аңыздары бойынша тәтті қазақтарға Қоқан жерінде еркін көшіп қонуға рұқсат беруді сұраған. Худаяр бұған келіссе, қазақтар кейін тәуелсіз болып кететінін түсінді, бірақ ашық бас тартуға да қорықты. Сондықтан ол тәттіні жасырын түрде улап өлтіруге бұйрық береді. Кейбір деректерде ер тұрманға жағылған делінеді, ал кейбірінде тағамға қосылғаны айтылады. Қалай болғанда да тәтті туған жеріне жете алмай жолда қайтыс болды және Майқы әулие маңына жерленді. Міне, Сармантай батырдың тарихы осындай. Бүгінде біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Әлемде жер көлемі бойынша 9-шы орын алатын алып Қазақстан бізге жайдан жай келген жоқ. Бұл жер үшін мұндаған қазақ батырлары шайқасты, жанын берді. Солардың ішінде Сармантай батыр мен оның ұрпақтары ерекше орын алады. Бұл біздің тарихымыз. Біз оны білуге және есте сақтауға міндеттіміз. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, бөлісуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ Каспий банк картасына донат жіберіп, менің арнама қолдау көрсете аласыздар. Есімізде болсын, кек бірге ғана біз қазақ халқының шынайы тарихын қайта жаңғырта аламыз.